малды мотоциклмен баққанда естіп көрдіңіз бе? Алматыға дейін мынау бір мотоцикліңіздің өзіндік құны қанша теңгеге шықты келуімен? Күн болды, 12 күнде осы Алматыға келіп болды. 100 километрге қанша литр жейді негізі мотоцикл? Максимал жылдамдығы 160 км/сағатқа дейін басады болып тұр екен. Мынау мен дөңгелегі. Малға мінген қалды. Машина келгеннен кейін оны қалай Қазақстанға тіркеуге болады, техпаспорт бере ма деген сияқты сұрақтар ешқандай да мәселе емес. Айдап көрсетпедіңіз ба? Ассалаумағалейкум. Қазіргі 21 ғасырда малды мотоциклмен баққанды естіп көрдіңіз бе? Егер таңғаларлық жағдай болатын болса, онда біздің Қытаймен бизнес курсының ең үлкен түлектерінің бірі қазіргі таңда өзінің қорасындағы малдарын бағуға өзіне пробный партия ретінде 2 штук мотоцикл алған екен. Соны арнайы біз қуанышын бөлісуге Алматы қаласына келген болатынбыз. Сол кісінің затын қазір талқылап, бөлшектеп, қарап, қаншаға келді, қандай бағада келді, қанша үстінен пайда көріп жатыр, соны бірге анықтайтын боламыз. Менің атым Бекетай, Мұхаммади Бекетай. Қай жақтан тұрмын? Ұзынағаштан тұрам. Ұзынағаштан тұрам. Енді сізге көке, Алматыға дейін мынау бір мотоцикліңіздің өзіндік құны қанша теңгеге шықты келуімен? Келуімен ба 270-ке шықты. 270 теңге. Ал мұның Қазақстанда бағасы қаншадан? 320. 320 мың теңге сатылады, иә? Пайдасы сонда бір мотоциклдің 50 мың теңге, иә? Иә. Қанша мотоцикл алдырдым дейсіз? 2 мотоцикл алдырдыңыз, тамаша. Енді мынау 2 мотоцикл алдырыпсыз, бір мотоциклдің шамамен салмағы қанша болды негізі? 280. Мынау не сертификаттар қойды? Мынау сертификаттар. Мынау таңбасы. Міне мынау көптеген адамдар әсіресе тендерге қатысатын зауыттардың зат алған кезде сертификаттарды алдыруға бола ма деп сұрап жатады. Зауыттан тікелей өзіндік мөрі басылған сертификаттар осылай шығады. Ағылшынша және қытай тілдерінде. Зауыттың нөмірлері ағылшын және қытай тілдерінде жазылған екен. Так, қай қаладан келдік? Жалпы қай жақтан алдыңыз? Америкадан ба? Япониядан ба? Хилунжан қаласынан шығам екен. Келу уақытысы қаншалықты ұзақ болды сізге? 12 күн болды. 12 күнде осы Алматыға келіп болды. Бензинмен жүр ма, немен жүр? Бензин ғой. Бензинмен жүр, иә? Бакка қанша литр кетеді екен? Бензин? 10 литр ғой, 10 литрлік па? 10 литр. 10 литр кетеді екен, иә? 100 километрге қанша литр жейді негізі мотоцикл? Мынада 2,5 келе жейді. 2,5 литр жейді. Жақсы ғой, тамаша ғой. Енді таныстырып жүрсеңіз, мынау не заттар ішінде, не комплект керек? Бұл саймандары бұның, құрайтын чапчалары. Мынау аккумулятор ма, немене? Иә. Міне мынау рульге қатысты заттар ғой, газға қатысты еді, бұрайтындары. Бәрі соның зат болсын. Заттар ғой. Комплектке кіреді екен. Максимал жылдамдығы 160 км/сағатқа дейін басады болып тұр екен. Жақсы, тамаша. Комплектісіне не кіреді? Баллондар, дөңгелектер келді ма? Дискілермен аман есен? Бірақ аман есен келді. Мынау не нәрсе? Жоқ, артына жүк көтеретін нәрсе мынау. Жүк көтеретін бар? Жүк көтеретін нәрсе. Жүрген километр көрініп тұр. Тестовый режимде 6 километр жүрген екен зауыттан. Өзінің комплектісінде осы 2 кілті болады екен. Мынау мен дөңгелегі. Зауыттан осылай ағашпен қаптап, осындай бір мықты ортасына ағаш салады. Яғни КамАЗ қозғалған кезде жүргізу уақытысында, дастапқы уақытысында қозғалып кетпеу үшін, шытынап кетпеу үшін осылай ағашпен бекітіп тастайды екен. Крылода барлығы майысып қалмау үшін жеке-жеке осылай упаковкаленіп, бір коробкаға салынып келеді екен, міне. Одан бөлек мынау міне тағы да осылай заттармен мынау цептердің сыртына қапталатын осындай қосалқы бөлшектері. Ол да комплектке кіреді екен. Міне мынау одан бөлек рульдерінің бөлшектері осылай бөлек салынып беріледі екен. Арнайы қосалқы запчастьтермен қоса газды басатын педальдары деген сияқты. Шапчикон компаниясын айттық. Содан сол арқылы алдық қой бұны. Сіз сатып алатын клиентіңіз бар ма, или өзіңізге алдырып жатсыз? Өзіміз мінген қалдық қой. Өзіңізге алдырып жатсыз? Малға мінген қалдық. 2 мотоциклдан 100 мың экономдап тұрсыз ба сонда? Иә. Негізі мотоциклды 2 штук сіз пробный ретінде алдырдыңыз ғой? Иә. Бірақ білесіз, бұдан да көп алсаңыз, сіздің бағасы төмен түседі. Иә, бағасы бұдан да төмен түседі көп алса. Зауыт кепілдік берді ма? Кепілдік берді. Кепілдік берді. Кепілдік берді. Көптеген адамдар бізде осы сұрақты қояды, жаңағыдай машина берсек бола ма, машина келгеннен кейін
оны қалай Қазақстанға тіркеуге болады, техпаспорт бере ма деген сияқты сұрақтар ешқандай да мәселе емес. Мынасы өзі айтып тұр, автосонға Қазақстанға кіргізгеннен кейін заттарды заңды түрде автосонға апарасыз, автосонға апарғаннан кейін моторыңыздың номерін көрсетесіз, сізге техпаспорт береді. Бітіріп береді. Номер береді, кәдімгі. Нөмір береді, бітіріп береді. Жақсы, сіз өзіңіз айдай аласыз ба негізі? Айдаймыз, айдамаған. Айдап көрсетпедіңіз ба? Бұл негізі қандай мақсаттарында қолданады бұл мотоциклдерді? 150 маркалы. Майда жейді деп қолданады ғой. Майда жейді дейді, малға ма? Малға мінеміз ғой. Малға мінеді. Иә. Көп Қазақстанда заказ беретін уақыт қандай уақыттар көбінесе қазақстандықтар? Бұл 4 айдан бастап беріледі ғой. Апрель, сәуір айларынан бастап беріледі. Жаз біткенге дейін. Жаз айда мінеді, қыс айда мінбейді ғой бұны. Жақсы көке, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Аман бол. Рахмет сендерге алып келгендеріңе.